қуаныштың көз жасы болды. Көбісі осы Стадилайн оқу орталығынан кеңес берді. Ағай маған өзінің кері байланысын береді, түсінбеген сұрақтарын жіберемін, түсіндіріп береді. Баршаңызға сәлем. Ең алдымен Стадилайнның чемпиондарын жеңістерімен, осы грантқа түсумен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін бізде қонақта Талдықорған қаласының ниш болашақ түлегі Кәусар оқушымызбен және анасы Мақпал ханым келіп тұр. Қош келдіңіздер. Қош көрдік. Рахмет. Аха. Ең алдымен осы көрермендерге өздеріңіз таныстырып өтсеңіздер. Қай қаладансыздар, қалай оқыдыңыздар, сол туралы. Менің атым Тұрсынбай Кәусар, мен Талдықорған қаласынан. Мен Стадилайн оқу орталығында 6 ай оқып, ниш грант иегері болдым. Өте керемет. Сіздер сол Талдықорған қаласының өзінесіздер, иә? Иә. Өте жақсы. Кәусар, осы емтихан жауабы күні кеше шығып жатыр. Неше балл жинадың, қандай эмоция алдың, сол туралы айта кетсең? Мен 1127 балл жинадым. Өте қуанышты болдым. Қуаныштың көз жасы болды. Сіздерде эмоция қалай болды, Мақпал ханым? Иә, мен де қарап отырдым сайттан. Мен де ең бірінші қарағанда көзіме жас алып қуанғаннан отырған кезде қызым хабарласты. Мама, мен түстім деп, екеуміз бірге қосылып жыладық. Емтихан марттың 27-28 күндері болды ғой. Сол кезде 40 күн күту қалай екен? 40 күн ұзақ болды. Ұзақ болды. Иә, күн санап жүрдік. 8 күн қалды, 7 күн қалды деп. Ал жақсы, сұрақтарымызды ары қарай жалғастыра берейік. Алдымен Кәусар, саған сұрақ. НЗМ-ге түсу шешімді қалай қабылдадың? Армандап бедің осыға дейін ниш мектебі туралы? Сол туралы ойың білсең? Мен түсемін деп өзім айттым анама. Сол кезде біз осы қосымшаны іздей бастадық. Қосымша іздедіңіздер, иә? Мақпал ханым, именно осы қызыңыз Кәусар түсем деген кезде қандай қадамдар жасай бастадыңыздар? Мен қызыммен сөйлестім, ақылдастым. Егерде шынымен оқығың келсе, онда қосымша іздейік, табайық. Жан-жақтан іздестірдік. Ништің түскен оқушылардан сұрадық, қай орталықта оқыған. Көбісі осы Стадилайн оқу орталығы. Содан кейін осы Стадилайн инстаграмнан несін тауып, номерін хабарластық. Иә, емін еркін ұстай беріңіздер өздеріңізді. Мына Стадилайн курсын кеңес берген адамдар кімдер болды? Қалай таптыңыздар Стадилайн курсын? Стадилайн кеңес берген оқушылар болды. Ниш мектебінде оқитын. Яғни ниш мектебіне барып, сол оқушылардан сұрастырдыңыздар? Қайсымен дайындалдыңыздар деп, иә? Иә, көбісі. Именно түскен оқушылардан? Көбісі осы Стадилайн оқу орталығын кеңес берді. Жақсы, керемет. Мына дайындық бізде жалпы нишқа түсетін кезде, ата-аналар дайындық іздеген кезде онлайн, офлайн болып бөледі. Кәусар, сенде қалай болды дайындықтың ең алғашқы әсерлері, дайындықты бастаған кезде? Қиын болды ма, оңай болды ма? Басында қиындықтар болды, түсінбеген кездер болды, бірақ та мен түсінуге тырыстым, өзім ағайымнан сұрастырдым. Содан кейін уақыт өте келе оңайлады. Жақсы. Мына кураторлармен жұмыс қалай болды? Сұрақтарын қойып жұмыс жасадың ба, или өзі кейбір оқушыларымыз игнор етіп жатады? Қалай оқыдың, сол жағын айтсаң? Жоқ, кері байланыс болып тұрды кураторлардан. Күнде тесттерден алған нелерімді жіберем, балдарымды. Ағай маған өзінің кері байланысын береді, түсінбеген сұрақтарын жіберем, түсіндіріп береді. Мақпал ханым, осы Кәусардың оқуына қатысты қандай маңызды шешім қабылдадыңыз? Және курсты дайындалу барысында қандай өзгерістер байқадыңыз Кәусардан? Курсты бастағаннан басында кішкене қиыншылықтар болды. Түсінбеген кездері көбінесе кураторлармен, өзінің ұстаздарымен хабарласып отырды, түсіндіріп, соңында ертерек бітіріп тастады. Барлық оқуын, түсінгеннен кейін ары қарай ертерек бітіріп, мен кеңес бердім, қайтадан басынан бастап қайтала деп. Онлайн форматта оқыған ыңғайлы болғаны, себебі түсінбеген жерін қайтадан көруге мүмкіндік болды. Жақсы. Кәусар, осы сабақтарының ішінде
осы емтихан жалпы 5 пәннен болды ғой. Сол қай пән өзіңе қиын болды? Қай сабақ қиын болды деп айта аласың? Математика қиындау болды. Математика қиындау болды, иә? Біздің сабақтардың ішінде Олжас ағайдың сабақтарын оқыдың ғой. Сол Олжас ағайдың сабағының ішінде келген тақырыптар дайындалғаның емтиханда қаншалықты көмектесті деп ойлайсың? Өте көп көмектесті. Өткен тақырыптарым келді. Келді, иә? Иә. Бізде оқушылар бағана Көбісі келді. тесттарда дайындалып жатқан кезде айтады да, осы сұрақ сөзбе-сөз келді деген сияқты. Болды ма сондай сұрақтар сенде? Ондай болмады, бірақ та соғаларға ұқсас келді. Ұқсас келді, иә? Жақсы. Бағана Кәусардың қиналған моменттерінде қалай көмектестіңіз өзіңіз? Қандай поддержка жасадыңыздар балаға? Балама қолдау көрсеттім, сенім білдірдім. Түсіндіріп айттым, әрқашан қолдайтынымды, қандай жағдай болмасын, басында қиындықтар болатынын. Енді ең басты мақсатына жетті. Өте қуаныштымыз, қуанышымызда шек жоқ. Енді оған көп қолдау көрсеткен, ата-ана болса, білім берген сіздердің орталықтарыңыз. Жақсы. Кәусар, мынандай қызық сұрақтар екен. Емтиханға дайындық кезінде психологиялық тұрғыдан қиындықтар болды ма? Қобалжу, яғни емтиханның ішіндегі стрессовый ситуацияда көп боласың. Соны қалай жеңдің, қалай дайындалдың оған өзің? Сол туралы айта кетсең? Басында қобалжу болды емтихан кезінде. Аха. Бірақ та мен емтиханға көп көңіл бөлуге тырыстым. Соң қобалжуды ұмытып кеттім. Қобалжуды ұмытып кеттің, иә? Молодец. Мақпал ханым, бағана дайындықта қанша уақыт бастадыңыздар, дайындыққа қалай келдіңіздер? Келер алдындағы именно онлайн дайындықты таңдауда, арнайы дайындық таңдауда не әсер етті ең басты? Әсер еткен факторлар қандай болды? Біз осыған дейінді 5-ші сыныпқа тапсыратын кезде лицейға тапсырған болатынбыз, 24-ші Талдықорған қаласында. Біз ол кезде барып оқыдық. Онлайн форматта оқыған ыңғайлысы үйде болды. Өзі уақытта жолға кетпейді. Ыңғайлы уақытында оқиды. Әрқашанда кері байланыс, ұстаздармен кері байланыста отырды. Жақсы. Енді емтихан туралы сұрақ қойын. Кәусар, емтиханыңға март айы дейік, наурыз айының басынан бастап бір ай қалған кезде қандай сезімдер болды? Қандай дайындық жүрді? Қалай болды өзі? Соны айтшы. Қобалжу болды. Күн жақындаған сайын көп қобалжыдым. Бірақ та менде тесттер болды. Сол тесттерден қатты дайындалдым. Аз алып қалсам, одан көп дайындалдым. Солайынан Яғни тестті, бағана практикалық тесттер тапсыру барысында аз алсаң, қайта-қайта дайындалу керек деп, иә? Қайтадан жасадым. Оны ағайдан сұрап қайтадан жасадым. Практикалық тесттер жиынтығы бізде 16 ғой, 16-сын бәрін бітірдің ба? Иә. Сол тесттерден неше балл жинап жүрдің орташа? Жартысынан көп жинап жүрдім. 1000-1100 балдай жинап жүрмедің? Иә. Өте жақсы. Енді баланың сенімділігін арттыру кезеңінде қалай жұмыс жасадыңыз өзіңіз? Именно үйде қандай тыныштық бағандай бөлек комната, уақыт бөліп деген сияқты қалай жұмыстар жүрді, сол туралы айтсаңыз? Негіз сабақ уақыты сағат 8-ден кешкі сағат 4-ке дейін. 4-тен кейін келеді, кішкене демалады. Негіз мектептің программасын ертерек, үй жұмысын ертерек орындап тастайды. Бір аптаға дейін. Дүйсенбіден бейсенбі күнге дейінгі демалыс күні орындап тастайды. Қалған күндері сабақтан кейін кішкене демалып, көп уақытта осы стадионмен өзі қай жерде ыңғайлы, сол жерде оқып отырды. Жақсы. Бізде НЗМ-ге баруда оқушыларда бір өзінің двигатель деп айтамыз. Яғни алдыға тартып тұратын бір дүниесі болады, и соны үйінде өзіне мақсат қылып, ништің суретін қоятын балалар бар, біз аффирмация жасайды ғой. Сіздерде сондай болды ма? Қандай дайындық барысында не әсер етті осыны көмектесуге? Қалай ойлайсыз? Или нишқа барып бердіңіздер бұрын, көрген бердіңіздер? Менде болды, блокнотқа жазып. Жазып қойдыңыз, Иә, қызым нишқа түссін деп. Ең бірінші 24-ші мектепке түссін деп жазған болатынмын. Одан кейінгі беттерді қарасам, қазір ниш деп жазыппын көбісін. Өте жақсы. Ниш оқу орталығына, мектебіне түссе екен деп. Көріп отырсаңыздар, құрметті ата-аналар,
аффирмацияда жұмыс жасайды негізінде. Сіздер 24-те оқыдыңыздар ма сонда? Қараталдың жанындағы, иә? Қаратал емес, Мұхтар Арын атындағы дарынды балалар. Дарынды балалар 24. Иә. Кезінде Алматы облысында ең үздік мектеп болған. Иә. 20 мектептің ішіне кіреді. Қазақстан ішінде, иә. Иә, айта кетерлік жайт, құрметті ата-аналар, бұл 24-ші мектепті мен өзім жақсы білем. Қазақстан бойынша үздік мектептердің қатарында Алматы облысындағы ең үздік ұбт-дан біздің кезде жоғары балл жинайтын мектеп болатын бұл. Сондықтан 24-ші мектептің өзінің базасы мықты. Оған бағанағындай ғой, бала мықты болып тұрса, просто дайындықтың онлайн офлайны керек емес, просто материал дұрыс болса болды деген. Ой, иә. Енді мынандай сұрақ, Кәусар, болашақта қандай арман, мақсаттарың бар? Кім болғың келеді осы? Ең көп қойылатын сұрақтардың бірі шығар. Мен ништі үздік бітіріп, шетелге оқуға түскім келеді. Қай шетелде қандай мамандыққа түскің келеді? Бар ма осындай арман? Архитектураға түскім келеді. Архитектура, керемет. Қызыңыздың қай университетте оқығанын қалайсыз, Мақпал ханым? Гарвардта оқыған. Гарвардта, Ендігі запистарым Гарвард болады. Бұйыртса. Жазыңыз, иә. Гарвардта бізде Обама оқыған, Цукерберг оқыған, мықты 6 президент шыққан дейді. Өте керемет мақсат. Иә, болашақта әрине сол армандарыңызға жете беріңіздер. Мына ниш мектебі сол болашаққа қалай көмектеседі деп ойлайсың, Кәусар? Көп көмегін тигізеді деп ойлаймын, өйткені ништа ағылшынша көп дайындайды. Шетелге түсу үшін ағылшын керек. Иә. Ништа ағылшын қатты дайындайды деп естігем. Иә, ниш мектебінде бала негізі 3 тілді жетік біліп шығады, ол қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Тағы да айта кетейін, что 12-ші класты бітіріп жатқан кезде IELTS-тен тест тапсырасыңдар, және емтихандарың MEST болады, международный тест. Иә, содан құламай, сүрінбей, жақсы өтуіңе тілектеспіз. Ағылшын тілі ол қазіргі заманның тілі ол, былайша айтқан кезде. Сондықтан керемет, өте жақсы. Болашаққа қатысты бағанағы Гарвардтан бөлек қандай ойларыңыз бар, және жеңістен кейін баланың дамуына қандай әсер болады деп ойлайсыз? Осы, яғни емтиханға түскен жеңістеріңіз қазіргі кейінгі болашағына қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Ары қарай мақсатына жету, ең бастысы осы алған білімі, осыған дейінді ары қарай сол білімді тереңдетіп, оқып, ниш мектебінде естідік, 4-ші тіл оқып шығады деп, және де басқа да университеттерге тапсыруға көп көмегін тигізеді деп. Енді сіздердің Талдықорған қаласында дайындалып жатқан оқушылар көп. Бір сыныптан неше оқушы тапсырдыңыздар емтиханды? Класстастарың, сыныптастарың тапсырған болды ма бірге? Мен сыныбымда тағы да бір қыз болды, стадилайнда оқыған. Сол екеуміз бір-бірімізбен жарыс сияқты болатын. Жақсы. Ол қыз түсті ма? Түсамай қалды, иә? Ол қанша дайындалды? Сіздерден кейін ме, или сіздердің алдыларыңызда дайындалып еді? Ол 6-шы класс басталғаннан бастап дайындалды. Ал сіздер? Біз бір айдан кейін дайындалдық. Қазан айынан бастап дайындалдық, айынан. 2024 жылдың 6 ай дайындалдық. Ал мектеп бойынша қанша оқушы тапсырған білмейтін едіңіздер? 14. Мектеп бойынша білмейміз, Сыныпта сыныпта 14. Бір сыныптан 14 оқушы тапсырды. Түскен? 3. 3, иә? Ой, керемет. Бір сыныптан 3 бала түсті, ол жақсы негізі. Таныстарыңыз қазір сұрастырып жатыр ма? Қалай болды, құттықтап деген сияқты. Не дейді? Сұрастырды, қай жерде оқыдыңдар, қалай документ тапсыру керек, не істеу керек екен барлығын. Тестқа қалай дайындалу керек екенін сұрады. Айттық, қай жерде оқығанымызды, қанша оқығанымызды, қалай онлайн форматта екен, кері байланыс болғанын барлығын. Онлайн форматта, Кәусар, онлайн форматта дайындалу қиын дейтін оқушыларға не айтар едің? Онлайн форматта оқу офлайннан қарағанда оңайырақ. Өйткені онлайнда қалаған ыңғайлы жерінде оқи аламын, қалаған уақытымда оқи аламын. Оған барып, қайтып, жүрмеймін. Ал сіз онлайн білім жоқ, онлайн бала барып мұғалімнің алдында отырмаса, білім болмайды ғой дейтін ата-аналарға қандай кеңес беретін едіңіз?
Жоқ, онлайн форматта оқу өте ыңғайлы. Себебі уақытын жолға кетірмейді, ойын бөлмейді. Тек қана қай жерде ыңғайлы, қай уақытта ыңғайлы, сол уақытта дайындалады. Жақсы. Тағы да платформадағы бүткіл видеоуроктарды қайтадан оқып шығуға болады онлайнда. Дәл осы камераға қарап тұрып, өзінің артынан еріп келе жатқан деп айтайықшы, 5-ші, 4-ші сыныпта оқып жатқан іні сіңлілеріне бір сәлемдеме жолдап, өзінің жеңіске жеткен оқушымыз ретінде бір ақыл кеңесінде айта кетсең камераға. Нишқа түсу үшін өзінде үлкен мақсат болу керек. Ол кейде шаршап қалатын кездер болады. Сол кезде сол мақсатты есіне алып, соған қарай қатты ұмтылу керек. Нишқа түсу үшін Studyline оқу орталығында оқыдым. Сендерге де сол Studyline'ға оқуға кеңес беремін. Мақпалхан, енді қараңыз, бағана біз енді бір жылына мыңдаған ата-анамен жұмыс жасайтын шығармыз. Әртүрлі жағдайлар болады, әртүрлі ситуацияларды айтады. Бізде қазір бала оқығысы келмейді, жазда бастайық, күзде бастайық, әртүрлі қобалжу моменттер болады. Оны сіздер де өткен шығарсыздар бастарыңыздан. Сол дайындық алдында ойланып жүрген ата-аналарға, онлайн ба, офлайн ба, дайындықты қалай іздейміз, қалай дайындаламыз, қобалжу өте үлкен бұларда да. Оны өздеріңіздің бастарыңыздан өттіңіздер ғой енді. Сол қазіргі 5-ші, 4-ші сыныпты аяқтап жатқан оқушыларымыздың ата-аналарына қандай бір өзіңіздің бағыт-бағдарыңызды, кеңесіңізді беретін едіңіз? Ата-аналарға кеңесім балаға тек қана білім ғана емес, психологиялық тұрғыда да көмек көрсету керек, қолдау көрсету керек, сену керек балаға. Сол мақсатына жетудің жолын көрсету керек. Ол мектепке түскеннен кейінгі ары қарайда білімін арттыратынын, қандай жетістікке жететінін түсіндіріп, уақыты деп ерте емес, кеш емес. Біз мысалы қазан айынан бастап оқыдық. Studyline'да оқыған оқушыны танимыз, бір ай ғана дайындалған. Ол оқушы да түсіп кетті деп естідім. Сол ништа оқиды. Өздеріңіз таныстарыңыз ба? Танысымыз, иә. Кім деген? Есім білмедім, қазір 8-ші сыныпқа оқиды. Бір ай дайындалып түскен. 2 апта дайындалып түскен. Ондай жағдайлар көп бізде әрине. 3 ай бар, 2 ай бар, 1 айда айтып жатсыздар қазір, Біз шешім қабылдаған кезде сол уақытта баса кеттік. Өте жақсы. Жақсы, бізде подкаст болды деп ойлаймын. Өте керемет, қызық әңгіме болды. Жалпы бізде бағана психологиялық тұрғыдан деп жатсыз ғой. Ермек ағайымыздың психологиялық қолдау сабақтары болды. Соны толықтай өттің ба, көмектесті ма? Ішінде қателеспесем бағана визуализация, қобалжуды жеңу, сенімді арттыру деген сабақтар бар. Көмектесті деп айта аласың ба соны? Көмектесті деп айта аламын. Олар көп көмектесті, қобалжымауға, өзім мақсатына жетуге тырысуға. Сондықтан Армандар картасы бар ішінде, иә? Өте жақсы, көріп тұрғандарыңыздай біздің платформаны от А до Я деп айтамыз ғой, басынан бастап соңына дейін қарап дайындалған оқушыларымыз Кәусар, мамасы Мақпалхан. Өте қызықты әңгіме болды, сіздерге үлкен рахмет. Осы подкаст арқылы басқа да ата-аналар мен оқушыларға бұл сұхбатымыз мотивация болды деген сенімдеміз. Оқушыларға осы жолда сәттілік тілейміз және ата-аналарға балаларына қолдау үшін рахмет білдіреміз. Қош келдіңіздер тағы да Алматыға. Рахмет. Сәттілік.